Қазір три в одном ғой. Три в одном шай сияқты. Құда үйге ресторанға келеді. Сырға салу ресторанда құдалық еще қосады ғой. Құдалықты еще қосады. Көрдіңдер ма? Три в одном деген сол. Заманыңа байланысты три в одном. Бәрін бірге құтыламыз дейді. О, құдамен ешқандай танысқан жоқ, аппаратта білмеймін. Сразу қыз жақ, никогда қыз жақ бірінші құдалықты бастамаған. Салт деген сол, құдалықты бірінші бастамаған. Құдалықты бастайды жігіттер. Жігіт жағы бастау керек. Қазір енді заманның балдары білмей жатыр ғой. Соны ата-аналар, бұрыннан қалған ата-аналар айту керек соны. Не ол шығын кетеді дейсіңдер ал. Шығынды есептеп жатсыңдар, ойбай, бәрін ресторанға бір құтылып, тынышталып отырамыз, кейін құдалық жасамаймыз дейді. Ол құдалар келеді де потеря болады. Себебі дым танысқан жоқ, ешкімді таныспайды, сразу дүк уақыт шектеулі ғой ресторанда. Бірінші тек сырған салып тастау керек, өздерін таныстырмайды, барады да төрге отырғызып тастайсың. Жаңа құдалықты бәрі отырады, алаңғасар бүйтіп, сен кімсің, қасына барсаң, сен кімсің дейді ғой. Уақыт шектеулі ғой, 4-5 сағатта не болады? Бәрін істеп отырған өзіміз, жанталасқан өмір, жағы не? Тез құтылуымыз керек. Ақша деген бәр бір шығын болу керек деген дей ғой. Солай ма достар? Білмеймін. Неге жанталасып жатсыңдар? Білмеймін енді. Солай кеттік қой енді, бірақ менің айту міндетім шындықты. Дальше өздерің білесіңдер енді. Мені ұрыспай ақ қойыңдар. Не істесеңдер де өздерің білесіңдер. Ақша жоқ деп сылтау айтып жатсыңдар. Қаяқтың ақша жоғы деймін мен. Бір малыңды сойып, духың жоқ па, бір малыңды сойып, құдаңды үйіңе шақырып, қолдан пісіріп алды, айда. Ал не, сенің дастарханыңа қарамайды, ол келген құда. Бәрін жемейді ғой. Бәрін жемейді келген құда. Көңіл ғой. Олар қысылып отырады, қыз алуға келесің, қысылып, әңгіме айтуға да қысылып, мына құдалар не дейді деген неде отырады сезімде. А сендер бәрін, ой, тек рестораннан құтылып жатсыңдар, бет әлпетінде көрген жоқсыңдар, әңгімелескенде де жоқсыңдар, қиқу-жиқу, все.